Құрметті, қадірлі жиналған қауым, үлкен кіші жамағат, Алла Тағала аптаның ішіндегі ең ерекше болған, қасиетті болған жұма күнінде мешітке басып келген қадамдарыңыз сауаптан жазсын. Өз әрдайымда Алла Тағала қабыл етсін. Екі жұманың арасында пендешілікпен жасаған қандай да бір кемшілік істеріміз болса, Алла Тағала өзі ғафу етіп, өзінің рахымына, өзінің жарылқауына кенелтсін. Қадірлі, қымбатты жамағат, біз мінекей осы өткен айымызда ардақты пайғамбарымыздың мәулітін атап өттік. Сол ардақты пайғамбарымызға айтылған салауаттарымыз, тілеген Алладан дұға тілектеріміздің баршасы қабыл етсін. Пайғамбарымыздың сүйікті үмметі болып, шафағатына лайықты үмметтерден болды Алла нәсіп қылсын. Ал енді бүгінгі жұмамыздың негізгі тақырыбы бұл ұрпақ тәрбиелеудегі ұстаздарымыздың орны. Білесіздер, осы қазан айында біздің елімізде ұстаздар күнін атап өтеді. Соған орай біздің де насихатымыз осы ұстаздарымызға арналатын болады. Жалпы тарихтың қай кезеңіне де үңіліп қарайтын болсақ, адамзат баласының өркениетке жету жолында ұлы ұстаздардың орны, дәрежесі өте жоғары. Ұстаз бұл ұрпақтың жүрегіне ізгілік дәнін себетін, санасына имани құндылықтарды сіңіретін ұлы тұлғаларымыз. Халқымыздың ұстазы жақсының ұстамы жақсы деген сөзі де осы ұстаздың ұрпақ тәрбиесіндегі маңызын көрсететіні анық. Ұстаз бұл тек қана білім беруші емес. Ұстаз ол жүрекке әсер ететін, тағдыр қалыптастыратын, ұлтымыздың келешегін бекемдейтін темір қазық. Абай атамыздың керемет сөзі бар: ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға дейді. Мінекей Абай атамызда ұстаздың жолы оңай емес екендігін, оның жолы сабырлықпен келетіні, терең оймен келетіндігін есімізге салып қойған. Қадірлі жамағат, біздің асыл дініміз исламда да ұстаздың орны өте ерекше. Неге? Өйткені білесіздер, пайғамбарымызға, жалпы адамзат баласына ең бірінші келген уахи, ең бірінші келген бұйрық, әмір, ол оқу үйрену болатын. Ал оқу үйренуді кім үйретеді? Әлбетте біздің ұстаздарымыз үйретеді. Сол себептен дініміз исламда ұстаздың мәртебесі жоғары. Ол тек қана білім беріп қана қоймайды, адам баласының мінез құлқын, рухани тәрбиесінің шамшырағы деп айтсақ та болады. Сондықтан мүмкіндігіміз келгенше ұстаздарымызға құрмет көрсетуіміз қажет. Ұстаздық бұл пайғамбарлықтың жолы. Шын мәнінде ұстаз бұл адамзат қоғамында ерекше орын алатын тұлға, Алланың ұлық істерін жалғастырушы, пайғамбарлық міндетінің бір көрінісін әрі қарай насихаттаушы, арқалаушы. Мына пайғамбарымыздың уақытында Мәдина қаласында пайғамбарымыз керемет бір көріністі айтады, еске түсіреді. Пайғамбарымыз сондай бір күлімсіреп, жылы жүзбен, парасаттылықпен қадам басып, Мәдинаның мешітіне кіріп келеді. Кіріп келсе, мешіттің ішінде екі топ отыр. Екі топ жамағат отыр. Біреуіне қараса, қолдарын жайып, тіпті кейбіреулері көздерін жас ағып, Алладан сұрап дұға етіп отыр дейді. Екінші бір топқа қараса, мешіттің бұрышында тып-тыныш қана бір-біріне сұрақ қойып, жауап беріп, және ортасындағы бір ұстаз оларға тәлім беріп үйретіп жатыр дейді. Осы екі топқа қарап отырып, пайғамбарымыз айтады: екеуі де Алланың құзырында жақсы амал істеп отыр дейді. Бірақ біріншісіне қарағанда екінші топ абзалырақ дейді. Біреуін жамандап тұрған жоқ, салыстырмалы түрде екінші топ абзалырақ дейді. Неге? Өйткені олар білім үйреніп отыр дейді. Мен де дүниеге ұстаз болып келдім деп пайғамбарымыз өзінің сөзін аяқтаған екен. Неке қараңыздар, мешітке келгендегі мақсатымыз дүние сөзін айту емес, мешітке келгендегі мақсатымыз Аллаға жалбарыну біріншіден, Аллаға дұға ету. Екіншіден, жаңа пайғамбарымыз айтқандай, білмеген нәрселерімізді ұстаздардан, имамдардан сұрап біліп алу.
Білгендер мен білмегендер еш уақытта тең келмейді дейді. Білім мейлі Қытайда болса да іздеп тап дейді. Бұл жердегі мақсат сонау Қытайға барып оқы деп жатқан жоқ. Бұл жердегі мақсат алыста болса да дейді. Білім алыста болса да іздеп тап дейді. Және біздің қазақтың нақылында бар, халық даналығында білім инемен құдық қазғандай дейді. Ол оңай нәрсе емес екендігін айтып жатыр. Бірақ сол нәрсеге не істеу керек? Талпыну керек. Сол нәрсені іздеп табу керек. Ұстаз бұл рухани тәрбиеші. Алла Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ярфа'иллаху аллазина аману минкум валлазина утул илма даража. Садақаллахул азим. Бұл аяттың мағынасында Алла Тағала араларындағы шынайы иман келтіргендердің, әсіресе өздеріне білім берілгендердің дәрежесін еселеген үстіне еселей түседі дейді. Бұл аяттан не ұғамыз? Бұл аяттан түсінетініміз Алланың хұзырында білім иелерінің дәрежесі өте биік деген сөз. Адамды осы мәртебеге жетелейтін ең маңызды нәрсе бұл ұстаздың еңбегі дейді. Ал пайғамбарымыз өзінің хадисінде «Хойрукум мән тааллама ал-Құран ва алламаху». Сендердің ең жақсыларың Құранды үйреніп, оны басқаларға не істегендерің, үйреткендерің дейді. Ұстаз бұл шәкірттің жүрегіне имандылық, жүріс-тұрысына көркем мінез, санасына жауапкершілік беретін тұлға. Бұл тұрғыдан біз ұстазды өзімізге екінші ата-ана деп қабылдауымыз керек. Ұстаздың беретіні өте көп. Хазіреті Али, Алла оған разы болсын, бір айтқан сөзі бар. Кімде-кім маған бір әріп үйретсе, оған 40 жыл құл болуға дайынмын деген. Қараңыздар. Бір әріп үйреткен адамға 40 жыл құл болам деп жатыр. Кім? Пайғамбарымыздың саңлақ сахабасы. 4 халифаның бірі. Сондықтан осындай сөздерге қарап, дініміз исламдағы ұстазға деген құрметтің қаншалықты дәрежеде екендігін біз байқауымызға болады. Ұстаздың бойындағы маңызды сипаттардың бірі басқаларға жақсы үлгі бола білу. Әсіресе кімдерге? Өзінің шәкірттеріне. Бұл тек қана сөзбен болмайды. Бұл амалмен дәлелденіп көрсетілетін нәрсе. Алла Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде «Я иман келтіргендер, өздерің істемейтін нәрсені неге айтасыңдар?» Өздерің істемейтін істі айту Алланың алдында ең жек көрінішті амал деген сөз бар. Қараңыздар. Мына қазақта сөз бар ғой. Молданың айтқан істе, істеген істеме деген. Бірақ бұл сөзді біз басқаша бұрып алғанбызда, басқаша мағынада түсінеміз. Негізінде молда ол тақуа адам. Сен оның айтқан істе дейді, бірақ оның істеген сен істей алмайсың дейді. Неге? Өйткені тақуа адам 5 уақыт намаздың сыртында нәфіл намаздар оқиды. Тақуа адам әр уақытта Алланы зікір етіп отырады. Тақуа адам міндетті түрде парыз, уәжіп секілді тахаджуд намазына тұрады. Сондықтан молданың айтқан істе, істеген істей алмайсың деген сөз содан қалған. Сол себептен біздің ұстаздарымызда өздері айтқан сөзді, ақылды өздері іспен дәлелдеп көрсету керек. Сонда ғана не болады? Ол шәкірттерге әсерлі болады. Мінекей бұл да біздің жадымызда болуға тиісті. Дана халқымыз ұққаның жақсы болса, жақының көбейеді дейді. Ұстазың жақсы болса, ақылың көбейеді дейді. Не деген керемет сөздер. Мынау кезіндегі Абылай ханды, Абылай хан Төле биді, Шәкәрім Абайды, Жамбыл Сүйінбайды өзіне ақылшы тұтқан, өзіне ұстаз тұтқан, мінекей ол кісілер ешкімнен кем болған жоқ. Сондықтан да бәріміздің де дүниеде ұстаздарымыз бар. Сол ұстаздарымызға бізге ақыл парасат берген, көркем мінезді болуға себепші болған барша ұстаздарымызға Алла күш қуат берсін. О дүниелік болып кеткен ұстаздарымыздың жандары жәннаттан болсын. Енді
қазіргі таңда ұстаздың атқаратын рөлі қандай? Кейбір келте ойлайтын кісілер айтады екен, енді ұстаздың керек емес. Неге? Барлық технология дамып кеткен. Барлығын компьютерден үйреніп аламыз, барлығын телефоннан үйреніп аламыз деген секілді әңгімелер айтылады екен. Жоқ, керісінше, бүгінгі күн секілді ақпарат пен технология дамыған, түрлі ағымдар мен жат идеологиялар жайлаған қазіргі заманда адасқан адамдарды дұрыс бағытқа түсіретін, ақиқат пен жалғанды ажыратып беретін бәрібір кімдер керек? Көреген ұстаздар керек. Ұстазы жоқтың ұстазы кім болады? Шайтан болады дейді. Сондықтан біз ылғи да айтып жүреміз, әсіресе жастармен кездескен кездесулерде айтып жүреміз. Сіздер дін жайында, дін тақырыбында сұрақтарыңыз болса, оны маманнан сұраңыздар. Не дейді? Шымсық сойса да, оны қасапшы маман сойсын дейді ғой. Сол себептен мешітке келіп, арна имамдардан, ұстаздардан сұрау керек дін жайлы сұрақтарыңызды. Неге? Өйткені бұл ойыншық нәрсе емес. Мынау ғаламтор және әлеуметтік желілерде діни ақпараттың көптігі адамды білімдетіп жатқан жоқ, қадірлі жамағат. Біз өзімізше ойлаймыз, сұрағымыздың жауабын интернеттен сұрап аламыз деп. Ол адам баласын түбінде жақсылыққа апармайды. Керісінше, дін атын жамылған адасушылықтың артында шынайы ұстаздардың жетіспеушілігі тұрғаны байқалатыны рас. Сондықтан сіздің қойған сұрағыңызға кім жауап беріп жатыр? Оның ұстанымы қандай? Оның көркем мінезі қандай? Оның мәдениеттілігі қандай? Оны сіз білмейсіз. Сондықтан сұрақты көзбе-көз ұстаздың алдына келіп сұрағаныңыз дұрыс. Құран-ы Кәрімде араларыңда жақсылыққа шақыратын, жақсылықты бұйыратын және жамандықтан тыятын бір қауым болсын. Міне солар азаптан құтылып, мақсат мұраттарына жеткендер деген аят бар. Және пайғамбарымыз айтады, кімде-кім бір жақсылыққа жол көрсетсе, ол жақсылықты жасаған адамның сауабындай сауапқа кенеледі дейді. Қараңыздар. Мынау 40 парызда бар ғой, әмір маруф, нахи мункар. Жақсылыққа шақыру, жамандықтан тыю. Мінекей сіздер де араларыңызда қандай бір адасып жүрген мұсылманды, немесе көңіл күйі жабырқап жүрген мұсылманды дұрыс жол көрсететін болсаңыз, жақсы насихат берсеңіз, онда сіз жақсылық жасағандай не істейсіз? Сауапқа кенелесіз, иншалла. Бірақ біреуге ақыл айту үшін, біреуге жол көрсету үшін өзіңізде сол нәрсе болу керек. Және Құранда айтты ғой, өзің істемейтін нәрсені басқаларға айтпа дейді. Олай айтатын болсаң, ол нәрсең сенің жек көрініш тамақ болып есептеледі. Мына Мағжан Жұмабай атамыздың сөзі бар. Алты алаштың игі жақсылары бас қосса, төрдегі орын ұстаздікі дейді. Сондықтан әрқашан қоғамда біз ұстаздарымызды қадірлеп жүруіміз керек. Ол кісілерді құрметтеп жүруіміз керек. Таус, Алла оны рахматына бөлесін, мынадай бір сөзі бар. Ғалымды сыйлау бұл сүннет дейді. Яғни ұстаздарға құрмет көрсету, оның алдында кішіпейіл болу, жүрген кезде оның алдына шығып кетпеу, есігін ашып беру, бірінші кіргізу, құрметтеу, орнына отырғызу және жөнсіз сұрақ қоймау деген. Таус деген ғалымның айтқан сөзі. Ал енді бұрынғы өткен ғалымдардың өмірін оқитын болсақ, олардың әрқайсысы өзінің ұстаздарына деген ерекше құрметті болған. Мысалы, имам Шаби, Алла оны рахымына бөлесін, бір жаназа намазын оқығаннан кейін Зайд ибн Сәбитке, Алла оған разы болсын, мініс көлігін әкеп бердім дейді, жақындатып. Мінетін көлігін, яғни астындағы жылқысын әкеп бердім дейді Зайдке. Осы кезде Абдулла ибн Аббас, Алла оған разы болсын, әлгі мініс көліктің үзеңгісін ұстап тұрды дейді. Зайд мініп кетсін деп. Сол кезде Зайд айтты дейді. Я Алла елшісінің ағасының баласы, енді пайғамбарымның туысы ғой, Абдулла ибн Аббас.
сіз бұлай істемеңіз, мені бұнша құрметтегеніңіз не дейді Заид. Сол уақытта Абдулла ибн Аббас айтады, Алла оған разы болсын, жоқ, бізге ғалымдарға құрмет көрсету бұйырылған дейді. Біз сол үшін сіздерге құрмет көрсетеміз дейді. Сол уақытта Заид, Алла оған разы болсын, олай болса, бізге де ардақты пайғамбарымыздың туыстарына құрмет көрсету міндет болған деп Абдулла ибн Аббастың қолынан сүйген. Қараңыздар, бір-біріне деген сыйластық қандай, бір-біріне деген құрмет қандай. Сондықтан мүмкіндігіміз келгенше ұстаздарға деген құрметті біз ерекше көрсетуіміз керек. Қазіргі таңда өкінішке орай, біздің мектепте оқып жүрген кезбен салыстыратын болсақ, ұстаздардың құрметі, дәрежесі өте төмендеп кеткен. Сондықтан ата-аналар, осы жерде көп ата-аналар отыр. Балаларыңыз оқиды, немерелеріңіз оқиды. Оларға үнемі айтып отыру керек. Ұстазды құрметте, ұстазды жамандап келме, ұстаздың алдынан шықпа, ұстаздың сөзін бөлме деп міндетті түрде айтып отыру керек. Неге? Ұстаздың абыройы төмен болса, оның айтқан насихаты төмен болады. Одан ешқандай пайда болмайды. Біздің балаларымыз ешқандай тәлім ала алмайды, ұстазды құрметтемесек. Сол себептен бұл нәрселерге біз өте қатты мән беруіміз керек. Имам Ағзам Абу Ханифа, Алла оны рахымына бөлесін, мынадай бір сөзі бар. Ұстазым Хаммадтың үйінің арасында менің үйіммен 7 көше бар дейді. 7 көшеден кейін барып ұстазымның үйі тұрады дейді. Соған қарамастан күні бүгінге дейін дейді, ұстазымның үйіне қарап аяғымды созып жатқан жоқпын дейді. Үйдің ішіне жатып, қараңыздар, қандай құрмет. Мұн жақта ұстазымның үйі тұрады, бұл жаққа мен аяғымды бермеймін дейді, жатқан кезде. Және бір мысал айтатын болсақ, мынау Бұхара ғалымдарының бірі медреседе сабақ беріп отырса, бір ұстаз қайта-қайта орнынан тұрады екен. Тұрады, анжақ қарайды, отырады, тұрады, анжақ қарайды, отырады. Сосын сабақ біткеннен кейін шәкірттердің бірі сұраған ғой, ұстаз, мына отырған орындығыңыз ыңғайсыз болды ма? Неге қайта-қайта тұра бересіз деп. Сол кезде есік ашық тұрса керек, есіктен ұстаздың баласы өтеді екен былай-былай, ойнап. Сол ұстаздың баласын көргенде орнынан тұрып құрмет жасайды екен. Ұстазға емес, ұстаздың баласына құрмет жасап жатыр. Мінекей бұл да біздің асыл дініміз исламның ұстазға деген керемет құрметі, үлгі өнегесі. Және бір мысал бар, уақытымыз болса айта кетейін. Имам Малик, Алла оны рахымына бөлесін, былай деп әңгіме айтады. Бір күні патша Харун Рашид мені шақырды дейді, келіп кетсін құзырыма деп. Бардым дейді. Сонда Харун Рашид халифа патша былай айтты дейді. Я Абдулланың әкесі, сен менің балаларыма дәріс бер. Менің балаларымда сен секілді ғалым болсын, тақуа діндар болсын, соларға дәріс үйрет. Менің үйіме келіп тұрып үйретесің дейді. Сол уақытта имам Маликтің айтқан сөзі бар. Уа мүминдердің әміршісі, уа халифа, Алла тағала сізге ұлы мәртебе берсін, сіздің абырой дәрежеңіз арта берсін. Негізінде білімнің қадірі сіздерден басталады дейді. Білімнің қадірі сіздерден басталады. Егер сіздер білімді құрметтейтін болсаңыздар, білім құрметті болады дейді. Ал білімді қорласаңыздар, білім қадірсіз дүниеге айналады. Сол себепті білім барып берілмейді, білім келіп алынады деген екен. Сонда халифа Харун Рашид өзінің қатесін түсініп, болды, түсіндім ұстаз. Онда менің балаларым сенің алдыңа барып сабақ оқитын болады дейді. Мінекей бұл жерде ұстаздың әділдігі біріншіден, екіншіден білімнің дәрежесін көтеріп тұрғандығы. Әйтпесе ол тәкаппарланып тұрған жоқ, патшаның үйіне келіп сабақ беруге. Ол білімнің дәрежесін көтергісі келіп тұр. Ал ол мысал мінекей күні бүгінге шейін жетіп отыр. Қаншама уақыт өтті, қаншама ғасыр өтті.
Сол себептен бізде жаңағы біреу әкім екен, я біреу патша екен деп білімнің қадірін түсіріп алуға болмайды. Қу дүниеге беріліп, 5-10 теңге ақшаға қызығып, білімнің қадірін біз қолымыздан келгенше жоғарылатуымыз керек. Сол білімді насихаттайтын ұстаздарымызды құрметтей білуіміз керек. Рас қой, әкім де, дәрігер де, шахтер да, имам да, сот та, бәрі де кімнің алдынан өтеді? Бірінші ұстаздың алдынан өтеді. Ұстаздың дәрісімен тәрбиеленеді. Сол себептен біз ұстаздарға қызмет көрсетуге әрқашан міндеттіміз. Ұстазға құрмет, шәкіртке міндет деген сөз бар. Бұл сөзді біз еш уақытта жадымыздан шығармауымыз керек. Қадірлі құрметті жамағат, ұрпақ тәрбиесіндегі ұстаздың орны өте ерекше және маңызды. Ислам діні ұстазға зор құрмет көрсетуді міндеттеп қойған. Неге? Өйткен себебі қоғамның, жалпы ұлттың дамуы, өркендеуінің негізі осы ұстаздарымыздың еңбегі. Халқымыздың ұстазыңды атаңнан да артық тұт деген сөзі бар. Яғни ұстаздың ел арасындағы үлкен құрметке ие екендігін көрсетеді. Сондықтан ұстаздарға құрметпен қарап, олардың еңбегін бағалап, болашақ ұрпақтың тәрбиелеуінде өз үлесімізді қосуға тырысайық. Алла тағала ұстаздарымызға қажымас қайрат берсін, сарқылмас сабыр берсін. Әрине оңай емес шәкірт тәрбиелеу деген. Сондықтан да ұстаздарымыздың еңбегі екі дүниеде де жемісті болсын. Алла сауаптан жазсын. Үйрететін шәкірттері тура жолда болуын Алла нәсіп етсін. Сол тәлім алып жатқан шәкірттеріміз намысты болсын, жігерлі болсын, иманды болсын, ибалы болсын, елін жерін қорғайтын айбынды, айбатты болсын деп тілейік. Тағы да ұстаздардың мерекесі хайырлы құтты болсын. Ұстаздарымызға Алла ғұмыр берсін. Қадірлі жамағат, бүгінгі жұма күні жасаған әрбір хайырлы ізгі амалдарыңызды Алла сауаптан жазсын. Баршаңыздың ойлаған хайырлы мақсаттарыңызға жеткізсін. Екі жұманың арасында пендешілікпен жасаған күнәһи кемшілік істеріміз болса, бір Алла өзі ғафу етіп, өзінің рахмына, өзінің жарылқауын нәсіп етсін. Келер жылғы Мәулид шәриф айында осылай басымыз аман болып, бауырымыз бүтін болып, ынтымақта жүздесуді Алла нәсіп қылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.